түйе табан шөбі. Ертеде Ақбөкен мен түйе дос болыпты. Екеуі де бетпақтың шөлін мекендепті. Түйе боталап, Ақбөкен лақтап, өсіп-өніп жатады. Бірақ Ақбөкеннің құралайы өте әлсіз еді. Бауырын көтере алмай, тұяғымен тұра алмай, сүріне беріпті. Қашса қасқырға тұтылып, жел тұрса дауылға жұтылып, мерт болады екен. Елігінен айрылған Ақбөкен зар жылап, көз жасы құрғапты. Желіні сүтке толып, көңілі мұңға солып, қайғысы өзегін өртепті. Көз жасы соралап ағып, кейін қара даққа айналып кетіпті. Киіктің көзінің астындағы қара сызық осыдан қалған екен. Түйенің киікке жаны ашиды. Содан күнде сахар мезгілде тәңірге боздап, мұңын шағады. Құдай сахарда тілеген тілекті қабыл алатын еді. Ол түйеге: «Әй түйе, табаныңмен жерді қатты бас. Сол жерден бір шөп өсіремін. Құралай соны жесе, бойына ерекше күш-қуат дарытам» деді. Түйе қуанып кетіп, бар салмағымен жерді басады. Құданың құдіретімен табан ізінен бір шөп өсіп шығады. Ақбөкен сол шөпті құралайына беріп еді. Ол аяғынан тік тұрып, тік тұрғанда нық тұрып, әл жинайды. 2 күнде еңсесін көтеріп, енесіне ілесіп жүре бастады. Киік бұған қатты қуанды. Түйе Ақбөкеннің елігі қиналмасын деп, табанымен жерді баса түсті. Басқан сайын шөп қаулады. Осыдан бастап бұл шөпті жұрт түйе табан деп атап кетіпті. Түйе киік досының құралайы ашығып қалмасын деп, әлі күнге дейін топырақты жиі таптап жүреді екен. Оның табаны тиген жерден түйе табан деген шөп өсіп шығады деседі.